Мына видеоға қараңыздар. Осыдан кейін мына қызды ешкім таппай қалды. Бұл қыз 2001 жылы екі айнаны бір-біріне қарама-қарсы қою арқылы басқа өмірге портал ашты. Оны қалай жасады десеңіздер, ол барлығын біліп жасаған жоқ. Жай ғана үйін жинап жүріп, кішкентай айнаны үлкен айнаның алдына әкеп қояды. Үлкен айна арқылы кішкентай айнаға қараса, мүлде басқа нәрсе көрініп тұр. Өздеріңіз де мұқият қараңыздар. Супермаркеттің, магазиннің коридоры сияқты ма бірдеңе, иә? Негізі бұрыннан келе жатқан екі айнаны бір-біріне қаратып қоюға болмайды деген ырым бар. Енді мына видеоға қарасам, сол ырым әшейін айтылмаған сияқты. Кейін қыз айнаны ұстап көрсе, в общем, өздеріңіз қараңыздар. Two, one. Whoa. What the hell? Hello? Соңында камера қайттан қыздың бөлмесіне келіп қалады да, ал қыздың өзі жоқ. Айнаның ішіндегі өмірде қалып кетеді. Әлі күнге дейін бұл видеоның рас па жоқ па екенін ешкім білмейді. Ал сіздер қалай ойлайсыздар, рас па әлде жақсылап жасалынған монтаж ба? Өз ойларыңызды комментке жазып, кейін Диананың қызықтарына жазылып алуды ұмытпаңыздар. Мақұл?